Қайырлы күн, құрметті оқырман. Бүгін біз тікелей эфирде сурет саламыз дедік. Және мінекей түрлі түсті карандаштарымызды дайындап отырмыз. Ендеше біздің оқырмандар қарындаш ба? Мынандай дәптер бар ма алдарыңызда? Қандай? Егер дайын болсаңыздар, онда айтып отырсаңыздар, міне. Мынандай алдарыңызда дайындап алыңыздар, карандаштар дайындап алыңыздар. Карандаш болмаса, ручкамен сызуға бола ма? Болады. Жазып алсын, ең болмаса жазып алыңыздар, сосын кейін өздерің жасап аласыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз арт-терапия және эмоция деп аталады. Бізде енді көпшілігінде эмоцияға өте бейім адамдарымыз ғой, кез келген адам, иә. Бірде көңілді боламыз, бірде көңілсіз боламыз. Қазір әсіресе күз айы. Күз айында біз эмоциямыздың кішкене төмендейтін уақытта, көктем мен күзде ауыспалы кезең. Табиғат өзгерген кезде біздің де тәніміз, денеміз, эмоциямыз, біздің де болмысымызда өте сондай өзгерістер болып тұрады, құрметті қатысушылар. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты мен осы арт-терапияға арнағым келіп отыр. Тікелей эфирде сіздермен отырып сурет салып, сіздермен бірге осы эмоциямызды ауыздықтау, былайша айтқанда игеруді үйреткім келіп отыр. Тамаша. Арт-терапия дегеніміз не? Барлығы көпшілігі біле беретін шығар. Қазіргі уақытта көпшілігі сұрап жатыр, осы арт-терапия неге қатты прям көңіл бөліп, басыңда оңға бұрсаң да, солға бұрсаң да, эфирді қосып қалсаң арт-терапияны айтып жатады. Нейрографика деп жатады, сызбалар деп жатады, шимайлар деп жатады. Бұл өзі қайдан пайда болды және неге қазіргі уақытта өте сондай бір көп болып жатыр деп сұрақ қойды жақында. Мен осы қаласында жаңа бағдарламаға түсіп қайттым ғой. Ол жерде де осы арт-терапия туралы сұрады. Именно сол арт-терапия бойынша сұрақтар болды және соған шақырыпты. Өйткені енді қазір терапевтер көп, бірақ соның ішінде кәсіби көп жылдан бері осы арт-терапиядан жақсы былайша айтқанда результат беріп жатқан өзіңіз болғандықтан сізді шақырдық деп жатырды. Сондағы айтқан арт-терапия өте оңай жолмен ішкі жан дүниеңіздегі мазасыздықтан арылу. Арт-терапия ол ем алу. Арт-терапия арқылы аллергиядан арылуға болады. Арт-терапиядан күздегі созылмалы адамның өзіне белгісіз бір мазасыздық көңіл күйі, ол күйзеліс деп айтуға болады. Арт-терапиядан арылуға болады. Арт-терапия ең бастысы біздің өзіне жауап бере алмайтын көңіл күй болады адамда. Болады. Кейде бір ойға кіріп алып, сол ойдан шыға алмай қиналады, айтады, маған бір алыс жақтан бір үлкен кісі келіпті приемға. Енді ол өте алыс аймақтан Ақтөбе облысы Шалқар ауданы, Шалқардан ары қарай бір ауыл. Ол кісі Астанаға келіп, сондағы айтатын, мен 6 жыл болды, қазір ойдан ой. Мына миым жасаған кезде, ондай бір сөйлеген кезде миым тоқтату мүмкін емес. Дәрі де ішіп жатырмын, оқытылып та жатырмын, шөп дәрі де ішіп жатырмын, больницаға да шықтым, бірақ менің миым үнемі сөйлеп жатады. Сөйлеп жатқан кезде ой жаңағы, сол кезде оны қалай тоқтатудың еш несін амалын таппадым деп жатыр. Біз отырып, әңгімелесе отырып, осы арт-терапияны, осы эмоция және көңіл күйім менің. Эмоция және мен деп атаған бүгінгі біздің осы методика қолданған болатын. Соны енді бірге отырып жасайық. Сұрақтарыңыз болса, жауап беремін негізінде. Беруге болады, сөйлеп отыра беруге болады, бірақ бізбен бірге жұмыс жасайық. Ендеше эмоцияны кім қалай салғысы келеді? Мысалға мен күн ретінде салғым келіп отыр. Сен мысалға жапырақ деп салсаң болады, жапырақ, ағаш. Мүмкін біреу ромашка гүлін салуы мүмкін. Бірақ мүмкін жаңағы қалай айтсақ, кесте етіп салса болады. Әркім өзінің көңіл күйіне қарай, өзінің эмоциясын салса болады. Ендеше мен жаңа айттым, мен өзім күн ретінде жасағым келіп отыр деп. Яғни өзімізге сұрақ қоямыз ғой. Қазір мен эмоциямды қалай салғым келеді, қалай салғым келеді. Егер ромашка ретінде, күн ретінде, жапырақтар ретінде салғыңыз келетін болса, сол әр эмоцияның атын беріп, және оған бояуларды өзіміз таңдауымыз керек. Қазір онда мен бастаймын. Мен жасап бастаған кезде сіздерге де ол белгілі болады деп ойлаймын. Қалай жасау, негізі түсінікті, өзің бастап жасай берсең болады. Қараңыздар, бір қызығы бұл жерде, қазір біз ойлап тұрмыз, мысалға, қуанышты мен көк түспен бояйым деп. Ал енді махаббатты мен
ойлап тұрмын, көңіл күйімнің негізгі түсін көгілдір жасаймын, болмаса сары жасаймын десем, жоқ, менің қолыма қызыл қарындаш, оранжевый цвет түсіп тұр. Көрдіңіз бе? Мен айтып тұрған нәрсем бір нәрсе, бірақ менің қолым ұстаған ол басқа нәрсе. Мен Иә, көріп тұрмын сен енді оранжевый цвет. Демек, миды тыңдамаймыз, иә, ақылды тыңдамаймыз, біз жүректі тыңдаймыз. Ендеше, иә, сіздің жүрегіңіз, сіздің эмоцияңызда не деп тұр? Міне, соны ойлаймыздағы сурет салуды бастаймыз. Мен қазір телефонды кішкене төмендетіп, өзімнің сурет салу процесімді көрсетіп отыр. Мен өзімнің қазіргі көңіл күйімді оранжевый цветпен суреттедім. Мен ақылдасқандай Хорланды дәл сол цветті таңдапты қазір, иә? иә. Орыс қазіргі соңғы уақытта мынандай модный сөз бар, айтады. Цвет моего настроения дей ма? Менің көңіл күйімнің қазір екеуі оранжевый болып тұр екен. Қалай қойсам жақсы көрінеді, міне осылай қойсақ жақсы секілді. Қосымша сұрақтарыңыз болса, қаламмен саламыз ба дейді. Иә, қаламмен салыңыз. Той карандаш. Иә, қарындашпен салыңыздар. Енді дәл қазір сізде дайын ештеңе болмаса, онда ручкамен жазып алсаңыз болады. Кейін қайтадан үйде отырып салып алуға болады. Мен енді қатты жоспарлаған жоқпын, бірақ көңілім, қолым қалай жылжып жатыр, дәл соны жасап жатырмын. Басқа түстер араластыруға болады ғой? Әрине, өйткені негізгі сіздің эмоцияңызды оранжевыймен таңдадық қой, енді біз ары қарай эмоциямызды, дәл қазір жүрегімізді тыңдаймыз. Менің көңіл күйімде қандай түс бар тағы да? Мен үшін қуаныш, дәл қазір мен қандай көңіл күйде отырмын, иә? Мен үшін бір сергектік, я болмаса менің өзімнің жан дүнием не деп тұр? Сол түстерді таңдап, жаймен салсақ болады. Мен жаңа айтып өткендей, әркім өз қалауы бойынша түстерді таңдап, және рисунок бояуларды өздері таңдасаңыздар болады. 7 түрлі жасайсыз ба, 8 түрлі жасайсыз ба, ерік өздеріңізде. Менің миым көк түсті таңда деп тұрған еді, ал қолым, мысалға, жүрегім оранжевый түсті, жаңағы сәбіз түсті таңдады. 12 не жасадым мен өзім. Қазір мен оны көрсетемін. Мынау менің таңдаған, жасаған. Сенікі жапырақ екен, е? Енді осы түсті жасаған екен, мына күн секілді, е? Мен қазір бұны өзімнің көңіл күйімді таңдай отырып, қазір бояйым арғай. Мысалға, қазіргі менің сергектігімді мен мынандай розовый цветпен бояғым келіп тұр. Ал кеттік онда. Біз сонда қараңыз, мысалы қазір сіз айтып жатқан эмоцияны салуымыз керек пе, әлде өзіміздің бойымыздағы эмоцияны шығаруымыз керек пе? Жоқ, сіз эмоцияны салуыңыз керек. Өзімізді, бірақ қараңыз, эмоцияны салу керек, бірақ ол эмоция сіздің эмоция, өзіңнің эмоцияң, е? Оны түсін өзің таңдайсың. Дәл қазір мен өзімнің жақсы көңіл күйімді осылай розовый ашық қызыл түспен, кәдімгі раушан гүлі секілді, осы түспен бояп қойдым. Енді келесі тағы қандай менің эмоция бар менде? Менде эмоция қазір жасыл түсті қалап тұр. Мен қазір жасыл түсті иә деп жатыр. Жазира. Бірге Жазира. Не салу керек деп жазыпты мында. Біз сурет салмай, жерде біз ішкі эмоциямызды жасаймыз, бояймыз. Сіздің бойыңызда қандай эмоция бар? Иә. Және сол эмоцияны қалай елестетесіз? Соны салуға тырысыңыз. Қалаған түсіңізді таңдаңыз. Қалаған форманы таңдаңыз. Табиғатта отырғанда әсер алып жатырмыз, е? Музыка шығып жатыр ма? Иә, шығып жатыр. Құстардың дауысы келіп жатыр. Иә. Бірге
табиғат аясында отырып, арт терапия мастер классында отырмыз деп елестете беріңіздер. Мен өзімнің бояп жатқанымды тағы бір рет көрсетіп қояйын сіздерге. Міне. Сіздікі мандалы болып жатыр ғой. Иә, мен жаңа айтқандай, өзім ешқандай жоспарламай бастадым, осылай болып жатыр, менікі жалғасып жатыр. Лимана ханымдікін қайталамаңыздар, сіздер өздеріңіздікін салыңыздар. Өз эмоцияларыңызды, сіздердің бойларыңызда қандай эмоция бар, соны не зат деп елестетесіз. Қолыңызға ерік беріп, соны салуға тырысыңыз. Қызық деймін, мүлдем ойламаған зат шығып жатыр. Иә, сол ойламаған қазір өзіңіз байқайсыздар. Біз жаңа ойлағандай бір түсті аламыз дедік, бірақ ол түс бізде болған жоқ, байқайсыздар ма? Басқа түсті алып кеттік, жаңа. Ол біздің көңіл күйіміздің түсі екен сол сәттегі. Ол эмоция ауыса береді. Мысалға, қазір хабарласты, бір хабар айтты. Жақсы хабар болсын, көңілді емес, мысалға, мүмкін бейтарап, безразличие. Бірақ сол сәтте сіздің эмоцияңызды өзгереді. Қазір арт-терапияға өте қызығушылықтар өте көп болып жатыр, өте жақсы болып жатыр. Неге? Өйткені біз қаншама терапиялар ұсынып жатыр ғой енді мамандар. Сол терапиялардың барлығын алып қарағанда осы бір ғана терапиямен нетуге болады. Мысалға, орын толтыруға болады. Шегеге тұру деп жатыр, иә? Шеге тұру туралы айтып жатыр. Бұрыннан тұрушы едім, бірақ қазір неге актуальны болды деп, қазір қайта басылды да, көп айтылып жатыр. Арт-терапия да дәл сол шегеге тұрудан алған әсерді береді. Мысалға, ішкі қысымды шығарды деп айтады, иә? Релакс. Сурет салудан да дәл сондай релакс состояниесіне өтуге болады. Көңіл күйге. Мен гүл салып жатырмын дейді біздің бір қатысушы бізбен бірге. Дұрыс. Жақсы. Қазір соңынан барлығымыз бөлісетін боламыз. Менде де почему-то гүл шығып жатыр. Басында басқаша нәрсе еді. Бұл әлі тек қана бастап, соны қарай жалғастыра беретін боламыз қазір. Міне, өйткені бұл тек қана терапияға кіру деп болады. Бұл басы ғой негізі. Иә. Кішігірім уборка дейсіз ғой. Иә, бұл только санадағы. Басы басталды, ары қарай біз сосын өтетін боламыз. Келесі неге? Кезеңге өтетін боламыз қазір. Ештеңке ойланбаймыз. Ең бастысы тек қана бояй беріңіздер. Қарай ойланамыз да тағы не керек болып тұр маған. Көңіл күйіңізді тағы да тыңдап көресіздер де. Суретке не қосқым келіп тұр деп сұраймыз ғой. Иә, не жетпей тұр мұнда, не нәрсе керек тағы да. Қызық енді менде. Так, не дейді? Мен тау, бірақ ұқсамайды. Майда гүл тау дейді. Жақсы. Ол да жақсы, ол да дұрыс. Қала беріңіздер. Соңына қарай тағы да талқылау. Енді Лимана ханым өзіңіз білесіз ғой, үйде кішкентай болғаннан кейін, жаңағы бізде түн ұйқымыз 4 бөлініп, жаңа ғана ұйқым келіп отырған менің. Сурет сала бастадым. Көзім ашылып кәдімгідей. Шаршағаның басы. Иә, бойымда бір сергектік пайда болып жатыр қазір менде. Жақсы. Міне, қараңыздар. Тамаша. Мен әлі тек қана бұл басы. Ары қарай бұны жалғастыратын боламыз. Жалғастырып суретті сала берейік, иә? Менің миым қысылып тұрған сияқты дейді. Қазір сурет саламыз. Сол именно миыңыз тұрған эмоцияны саламыз. Оның несі қалай екен? Қандай? Менің миымды қандай эмоция қысып тұр? Соның түсін таңдаймыз. Бояй бастайды.
Мен өзім қазір қайда отырғанымды ұмытып қалып жатырмын арасында. Иә, мен де тура соны ойлап отыр едім. Сәлеметсіздер ме? Мен жасыл түсті карандашпен гүл салдым деп тамаша. Сала береміз. Тағы да не қосқыларыңыз келеді? Ары қарай. Тағы да не салғыларыңыз керек? Жалғастыра беруіміз керек, тоқтамаймыз. Бұл жаңағы негізгі бас жағы деп айтып. Біздің мына алған дәптеріміз толуы керек. Бізге қосылып жатыр. Мен қосымша қостым тағы да қарындаштарымды, мынандай өте маған ұнайды. Осындай түрлі түсті қарындаштармен салған. Мына музыканың әсерінен, сурет салудың әсерінен эфирде отырғанымды ұмытып кетіп жатырмын. Иә. Кәдімгідей Кетіп қалып жатырмын табиғатқа. Иә, мен де табиғатта отырмын. Сіздерге естіліп жатыр ма музыка? Қалай болып жатыр көңіл күйлеріңізде? Қандай әсер алып жатырсыздар? Арасында жазып отырыңыздар. Жылап алдым дейді. Көңіл күй қазіргі демек соған іштегі бір қысымды босады деген сөз. Біздегі бір қысым босады. Сонда көзге келді. Немен шықты да, жаспен шықты былайша айтқанда. Жылағаннан кейін жеңілдік сезінген боларсыз, иә? Жазып отырыңыздар. Кім не сезінді? Бойында қандай өзгерістер болып жатыр? Жазираның суретін көргім келіп отыр. Жазира бізге қатысқан. Сертификат алған арт-терапевт деп айтуға болады. Екінші, үшінші этабын өткен. Еще я қай кезде арқылы баланы Жазира ханым, менің WhatsApp-ым болса, маған сурет жіберіңіз, мен мына жақтан көрсетемін. Қызық дейді. Сары түспен бояғым келеді, қолыма алсам еш нәрсе сала алмай қаламын дейді. Демек, миды қоспау керек, жүректі тыңдау. Жаңа біз секілді отыр ғой. Мен көкті таңдаймын деп миым менің көкті алу керек деп тұрды ғой басында. Сосын оранж деп тұрмын бір қарасам. Енді мен негізінде бояп болды, бірақ мен ары қарай жалғастырғым келіп отыр. Ары қарай бояп, ары қарай сызғым келіп отыр. Қазір соны жалғастыратын боламын. Мен тоңып отырмын, аяқ қолым мұздай болып кетті дейді. Қандай онда суретіңізді көрсетіңіз. Эмоция жетпей тұр онда. Алға махаббат, сүйіспеншілік. Сары түспен оранжевый түстерді таңдау керек. Өміріңізге жетпей тұр. Мен енді қазір өзіммен бөлсем, соңғы не болсын, ары мен жалғастырамын. Менікі шықты. Бақыт. Бақыт ханым, сіздің таңдаған түстеріңізді біз көрейік, қазір не болып жатқанын. Хорланның WhatsApp-ына жіберіңіз, Хорлан эфирден көрсететін болады. Даже мұрныма дейін мұздап кетті дейді. Так, мен телефонымды жазып жібер, тағы да Хорлан. Міне. Мен номерімді жаздым, маған WhatsApp-қа жіберіңіздер, мен мына жақтан ноутбуктан көрсетемін. Соңында не шығатын әлі белгісіз. Менің
Өз эмоцияларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл жерде ешкім сіздерді сынамайды. Керісінше, поддержка беруге тырысаңыз, пайдалы ақпарат аласыздар. Жазира ханымның суреті келді, міне. Так, мен телефонды алайын. Римана ханым. Кәнекей. Міне. Ой, қандай деп. Енді әрқайсының тұсына қайсы өзі жазып болады. Әр түске мынау менің қандай эмоциям дегенді жазу керек, Енді ары қарай жалғастыра береміз. Біткен жоқ біз Жазира. Иә, әлі аяқталмаған сияқты. Біз жіберіңіз дегеннен кейін жіберген сияқты. Иә. Менікіне ұқсайды екен дейді Баян ханым. Бірақ мен ашық түстерді таңдадым. Жақсы. Өздеріңізді қай жақта отырғандай сезініп жатырсыздар? Бау-бақша елестеді ме, елестеген жоқ па? Мен деген вообще кеттім ғой мына жаққа. Кіріп кеттіңіз ба? Кіріп кеттім. Тамаша. Қарап жатқан жоқ та, жатыр. Не жазып жатыр? Я сол жаңа мен де кіріп кеттім, сонымен қой адамдарға жауап берейік деп. Бақшадан шығып, адамдарға жауап беріп жатырмын. Асел ханымнан маған Перизат ханымнан суреттер келіп жатыр. Жағдайдан прям тіпті не дәлгі керемет. Бәрі тек қана осы келіп тұр да, сондай максимально күшті болып. Тағы да бір бөліс қойын, қазір менің қалай жалғасып жатқанын. Мен өзім де былайша айтқанда таңғалып отырмын, не болып жатыр менде деп. Ух ты! Ары қарай жалғасып жатыр. Сіздер де осылай жалғастыра беріңіздер суреттеріңізді. Қолға еріп береміз, миды қоспаймыз, бұл жерде ешқандай ойланбаймыз. Ары қарай жалғастыра берейік, міне менің қарындаштарым, тағы да жаңа қосылған біздің оқырмандарға, қатысушыларға тағы да бір көрсетіп өтейін. Ана жоғарыда тұрған нені көрген боларсыздар, анау жоғарыда тұрған картина тұр, міне. Бұл картиналар жоғарыға екінші, үшінші этапқа өткен кезде салынатын картинкалар олар, суреттер. Бізде бірінші, екінші этап бар. Екінші этапқа өткендердің не дәлгі мүмкіндіктері өте ол енді өте жоғары. Ол енді жеке тақырып бойынша айтылады ол туралы. Қазір біз осы тақырыптан ауытқымайық, онда ары қарай сурет жалғастырайық. Енді біздің арт-терапия курсымызда осындай сурет саламыз ба деп сұрақ қойып жатады ғой. Соған да жауап беріп өтейік. Бізде арт-терапияда өзіміздің курсымызда беретін методика мүлдем басқаша. Методика мүлдем басқаша. Ол уже тереңінен әсер ететін методика. Біз қазір бергі жағында жүрсек, ол курсымыздағы жаңағы арт-терапиядағы методика бүкіл ішек қарынның барлығын ақтарады деп айтуға болады. Іштегі бүкіл эмоцияларымызды шығарып, блоктардан сурет салу керек пе, суретші болу қажет пе, алмайын деп жатады. Ешқандай суретші болу қажет емес бұл жерде. Ең басыңызбен, жүрегіңізбен жұмыс жасау. Көпшілігінде біз жан дүниемізбен контакт алмаймыз ғой, сондай нәрсе бар. Бұл жерде сіздің жаныңызды, ішкі дүниеңізді тыңдап үйренесіз. Бізде болады аяғын тартпай тұрады бір жаққа бару керек кездеші. Именно ол біздің ішкі жан дүниемізді тыңдап үйренуіміз керек. Біз соны тыңдап үйренбейміз. Көп артық әрекет жасап қоямыз. Артық расход жасап қоямыз, былайша айтқанда.
Жазира ханым жазып жатыр, эмоциям күшті шығып жатыр, сезіп жатырмын дейді. Подросток балам біреуді ұнатып қалған сияқты, қалай кеңес беремін мұндай жағдайда деген сұрақ бар екен. Оны оқыдым. Махаббаттың ол подростковый возраст как раз таки. Балалық шақтағы алғашқы махаббат қой. Оған егер мысалы запрет қоюға болмайды, ең бастысы өзін бағалау, және өзіңмен жұмыс жасау үшін жақсы мотивация. Мысалға спортпен, қандай да бір мектепте оқуға мотивация. Ең бастысы, өзіме көрінбейді дейді. Ең бастысы Зика деп тұр, мында Зика. Балаңызға қолдау көрсетіңіз, қуаныштымын деп. Мен де уақытысында ғашық болғанмын. Қаншалықты ол махаббат ары қарай я болмаса достық махаббат болып қалып қоюы да мүмкін, я болмаса өмірлік жары болуы мүмкін, ертең ол сіздің келініңіз болуы мүмкін. Оған жақсы қолдау беру керек. Білесіз ба, қазір ата-аналар маған көп хабарласады ғой. Баламен сөйлеспей тұғын жалғыз отырған жақсы көретін балалар көп қазір отырады. Керісінше жүрегі ашық екен, сондай ғашық болып отыр, ол деген керемет жақсы нәрсе ғой. Жанды, эмоциясы ашық, сондай еркін ойлауы бар, ол жақсы, өте керемет. Былайша айтқанда орыстар айтады, это Құдайдың сыйы деп айтады. Бір сыйы, ғашық болу деген. Білесіз ба, ғашық болу арқылы үлкен жетістіктерге жетуге болады. Ол ғашықтық деген сезім адамға жетеді. Үлкен жетістікке жетуі мүмкін. Несімен, энергиясымен, ол өте үлкен энергия ғой ол деген. Мотивация береді дейсіз ғой? Әрине, мотивация береді. Лайықты болу үшін, ұнау үшін, ол атқа да мінуі мүмкін, ертең машина мүмкін, көрініп, былайша айтқанда. Болып таза жүреді, көп оқиды, көп ізденеді. Спортқа деген махаббаты ашылуы мүмкін, иә? Творчество неше түрлі. Өлең жазуы мүмкін, біздің жазушыларымыздың бәрі махаббаттың энергиясымен, күшімен жазған ғой уақытысында. Сондықтан одан қорқу қажеті жоқ, керісінше қуаныңыз. Тақырып жақсы екен, арт-терапия дейді, иә. Байқадыңыздар ма? Біз сурет бастағалы қазір қанша уақыт өтті? Кәдімгідей энергиямыз қосылды, күш қосылды. Көңіл-күйің көтеріліп, кәдімгідей сергіп, тағы да бірдеме жасағым келіп тұр, бір жұмыс жасағым келіп тұр прямо. Қандай жұмыс жасап тастағыңыз келіп тұр, Лимана ханым? Мен ба? Иә. Шыны керек, мына жақтағы қағаздарым көп қой. Олардың бәрін реттеп, бәрін ақтарғым келіп тұр ғой қазір. Разбирать етіп тастағыңыз келіп тұр ғой? Сондай болып тұр өзі. Уақытым болмайтын күнде ертең деп. Қазір деген соған отырып, соның бәрін жасағым келіп тұр. Так. Суретке екі жолы айтасыз дейді. Жоқ, сурет салу қажет емес. Бұл жерде сурет салу керек емес, бұл жерде бояу болып жатыр. Байқадыңыздар ма? Бояу. Эмоцияны шығару, іште қысым бар, блок бар, сондықтан біз бояғымызда келмейді. Ештеңкеге икемім жоқ секілді болып тұр. Бірақ шын қолға ерік беретін болсақ, оны жасауға болады. Салғым келмей жатыр дейді. Менің денем қыза бастады, тамағым сәл қысылды дейді. Блоктар қай жерде кімде қандай қысым бар, сол уже несін көрсете бастайды, проявляться етеді. Денем қыза бастады дейді. Жақсы. Энергия жүрді сізде. Түрлі адам бойындағы түрлі дерттен арылуға болады. Бұл сондықтан да арт-терапия емделу үшін берілген бұл терапия. Бұл медицина менен
психологияның қосылуы, бірігуі, үйлесуі деп айтсақ дұрыс келетін шығар мүмкін. Яғни, негізі терапия деген сөздің мағынасы емделу ғой. Емделу. Емдік сурет салып жатырмыз десек болады. Міне. Ал менің ештеңеге зауқым болмай кетеді. Неге екен? Бірақ оймен жасауым керек деп ойлап жүремін дейді. Қазір отырып сурет салуды бастаймыз. Жаңа салғым келмей жатыр. Сол ішкі бір блокты бұзу үшін біз не қылмай, ештеңеге мән бермей, тек қана қолымызбен ары қарай жалғастыра беруіміз керек. Так. Мен өзімнің суретімен тағы да бір бөлісіп қояйын қазір. Міне. Менікі ары қарай үлкейіп келе жатыр. Бұны көрдіңіздер ма? Бұл не нәрсе? Бұл адамның бойындағы мынау чакра деп айтамыз ғой, сердечная чакра. Сол жердегі энергияның ашылуы, қараңыздар. Мен қазір әрқайсыңыздың суреттеріңізді талдап беретін боламын, сондықтан суретті ары қарай жалғастырайық, Мен өзіме сіздің суретіңізді Лимана ханым прям порталдар ашылып жатқан сияқты әсер алып жатырмын. Дұрыс айтасыз. Менімен бірге отырып, сіздер де өз каналдарыңызды ашып жатырсыздар. Маған WhatsApp-қа суреттер келіп жатыр. Сіздер де жібере беріңіздер. Мен өзім бар ғой, сурет салмайтын едім ғой, білесің ғой, көп салмаймын. Диагностика жасаймын, бірақ сала бермейтін едім, осы жолы өзімде сурет салып, сіздерге осы келді бүгін. Бояп отырған кезде үнемі өздеріңізге сұрақ қойып отырыңыздар. Мен және менің эмоциям, менің көңіл күйім қалай қазір деп. Сөйтесіз де қолыңызға карманды жерді бояй бастайсыз. Бояп жаңа жазет бояп шықтың, е? Енді арғы жалғастырған кезде сенің өзгере бастайды. Өйткені эмоция Суретті салып Хорлан ханымға жібердім. Мұздаған денем жылынды. Енді ұйқым келіп кетті дейді. Күшті. Тамаша. Бүгін сіздер жақсы ұйықтайтын боласыздар, өте жақсы ұйықтап, көңіл күй, энергия көтеріліп, қазір байқаған шығарсыздар, энергия. Адамның вибрациясы көтерілген кезде ойындағы, армандағы орындалуына тез әсер етеді. Білесіз бе? Кез келген нәрсені қолға алғанда, ол энергия. Мен болдым. Қазір жіберсек бола ма? Болады. Кеш кіріп қалдым деп. Болады. Жіберіңіздер. Міне. Міне менікі аяқталды. Міне осы. Бұл менің қазіргі көңіл күйім, қазіргі менің эмоциям осы екен. Карандашпен саламыз. Түрлі түсті. Күшті, прям вибрацияның көтерілгені сезіледі, прям энергияның көтеріліп, жаңағы чакралардың ашылып жатқаны деп айтамыз ғой. Прям бүйтіп айналып жатыр ғой. Дұрыс.
Көркілік керемет дейді, керемет. О, екеуміз Ой, фото. Ой, қандай әдемі. Аха. Әдемі. Аха. Гүл ханым десем бола ма қысқартып? Гүл ханым. Аха. Гүл ханым кішкене энергия көтеріп, әлсіздік бар. Энергия. Аха. Кішкене бір мазасыз сізде. Мына суреттің өзінен де байқап тұрмыз, иә? Энергия. Аха. Жақсылап, өте нәзік боялған. Былайша айтқанда, қатты баспағанда нәзік боялған. Бұл да адамның көңіл күйі осылай бір болады ғой, бір шаршаңқылықта, бір демалмаған адам секілді болып деген нәрсені көреміз. Суретке өтейік. Гүл ханым айтқым келеді, сурет салу арқылы ойдағы ішкі қысымның барлығынан шығаруға болады. Әсел ханым, ой қандай әдемі. Байқасақ, мына жерде өзен тұр, өзен су ағып жатыр. Жеміс беріп тұрған ағаштар. Иә. Кейін барлығы түгел боялған. Иә. Біздің бір жоспарларын, оған мақсаттарын системаға қойып алғанын көріп тұрмыз. Міне, мына жерде былай жазған екен. Еңсемді көтере алмай тұрмын дейді. Мына сурет салу арқылы еңсемді көтере алмай тұрмын деп. Бас жағына жазған. Иә, жазған екен. Ал енді төмен қарай түсейік. Мына гүл жапырақ салу арқылы жалғыздық сезімін салған екен. Жан дүниесінде жалғыздығы. Иә. Төмен қарай. Қуанышты сезім депті. Ары қарай уже ашыла бастады, иә? Ары қарай. Және де ары қарай мына қуанышты сезім дейді. Сезім ба, кезім ба? Кезі. Өйткені қара, басында ол кішкене болды, мазасыз болды басында. Кейін сурет сала кейін көңіл күйін өзгергенін көріп жүрді. Иә. Төмен уақыт тұр. Энергия ол қуат деген сөз деген. Жеміс беріп тұрған ағашты көріп тұрмыз. Өзінің ішіне өзінің Талды салғанда жүрегімде бақытты сезім болды деп жазып жатыр. Қандай күшті. Иә. Мына жақ қазір мазалап тұрған мәселелер болса, біртіндеп күш қуат пайда болып, уже басқа сезімді жүрекке ұялаттық, иә? Иә. О, мөлдір. Мөлдір өте тиянақты, өзінің ерік, бастаған дейін жеткізе алады екен. Бірақ ашу өзін жақсы қорғана алады. Әдемі сурет. Радуга төбесін көріп тұрмын. Болғыш адам негізі. Жақсы екен. Қалай болды? Қалай сезіндіңіз, Мөлдір ханым? Көңіл күйіңіз қалай қазір? Келесі суретке көшейік. Жазира ханымның суретін қараңыздаршы. Басында қалай болды, қазір қалай болды міне? Қандай әдемі. Мына қараңызшы, дастарханның бетінде сурет салған, дастарханның оюы сурет бетіне әдемі өрнек болып шыққан екен, қараңызшы. Қандай әдемі. Мінекей, мына жерде көрініп тұр дастархан. Иә. Мінекей сурет бетіне әдемі ою өрнек болып шыға келген екен. Бастап қысым барды, кейін уже жақсы болды. Өте жақсы барлығы, бірақ кезде кішкене напряжение болды, бәрі болса көңіл келді, қандай күшті. Тамаша. Міне сурет салу барысында ұйқым келді, қайтып ашылды ұйқым, аяқтарым мұздап, қайтып жылып дейді. Соңында басым мен көзім ауырып кетті дейді Мөлдір ханым.
Сұр түспен боялған, көк түспен боялған. Жоқ, мына жер көлеңке сияқты ма сондай. Просто суреттің бетіндегі көлеңке сияқты. Мына жер. Мына жер ғана салынған былайша. Жасыл және кішкене қызыл нүктелері бар екен. Және мына жақта күн. Тауменен майда гүлдер сондай болып тұр менің. Бір қиындықты ма, бір уайымды, бір еңсердіңіз ғой, е? Одан кейін жеңдіңіз, өте жақсы, қазір көңіл күйіңіз орнады. Төбеде күн түсіп тұр, ортасында тұр, тура өзіңізді не дәлгі өз-өзіңізді қорлау керек, өз-өзіңізді өзіңіз көп әрекет жасау керек. Былайша айтқанда бастамаларды. Сурет көріп отырсыз, сары түспен қара түсті, қарама. Міне былай жасаған екен. Бірінші мына суретті салған екен. Мынандай гүлді салған екен. Екінші былай салған екен. Үшінші мынау гүл. Төртінші мынау. Және бесіншісі күн. Вообще осындай суреттер. Суретті салып бастады. Одан кейін жаймен келді дағы іштегі өзінің қысымдардың бәрімен жұмыс жасады. Суретті айтпай көрініп тұр. Одан кейін жүрек ашылды дейді. Жүрекке қысымды. Жүрек ой кәдімгі сергіп, көңіл күйі көтеріліп. Эмоциясын көтеріліп. Қараңыздаршы, тіпті түсті таңдағандағы айырмашылықтан ақ байқауға болады. Бірінші салған сурет өте сондай бір қоюлау, е? Одан кейін уже ашық түсті әдемі жарқын суреттер шыға келген екен. Тамаша. Қарай бергіңіз келе ме сол суретке? О, Перизат. Ой, қандай. Перизат, көңіл күйіңіз қалай қазір? Сурет салғаннан кейінгі көңіл күйіңіз қалай? Ұнап. Перизат кішкене жан дүниесі ап жүрген екен, е? Жан дүниесі. Бір жылу жетпей тұрғандай, бір суып, бір жылып, осындай көңіл күйде болдыңыз ғой, е, жаңа? Әдемі, өте әдемі. Негізі Перизат осы жердегі қазіргі сурет салған барлығыңызға терапия қатысып, методиканы үйреніп, өздеріңіз жасаңыздар болады деп айтқым келіп отыр. Өйткені адамның көңіл күйі өзгереді ғой түрлі. Түрлі жағдайда өзіңіз жаңағы қалай айтсам, көңіл күйіңіз болмай тұрған кезде сурет салу арқылы өзіңізді емдеп алуларыңызға болады. Міне Бақыт ханымнан кері байланыс келіп тұр екен. Басында миым қысылды дейді, сосын тоңдым, соңына кейін жылындым деп жазыпты. Іштегі қысымдар ғой соның барлығы, ішкі психоэмоционалды қысымдар, көңіл күй, эмоция солады адамнан. Бақыт ханым, сіз біздің методиканы білесіз. Сол методикамен сізге көбірек сурет салу керек. Кішкене жарқындық энергия керек тағы да. Энергия қосу керек, сосын кішкене бір ашылу керек. Өзіңізді бір ашылғыңыз келеді, бір жарқ етіп, жұлдыз секілді бір жақтан проявлять еткісі келеді, өзінің потенциалымен қалаулары. Бірақ соған әлі болмай тұр. Жете алмай жатыр. Өйткені сурет салу керек. Ары қарай өзімен. Тамаша. Неге осымен суреттер аяқталды? Мама ханым, деп түсіп, дөп түсіп айттыңыз, тау сурет салғам дейді. Жаңағы Зига ханымдікі ғой, соңғы салған суретіңіз, е? Жоқ, Перизат емес. Түсіндім, қай сурет екен. Тау болды ғой жаңа бір сурет болды. Бір тау және күн болып түскен сурет, процесс горевания проживать етіп жүредім. Әкем қайтыс болған, соны сағынып отырып салдым дейді. Сол байқалады. Менің бір қызық нәрсе есіме түсіп кетті қазір. Арт терапия қатысты адамдар қатысты ғой.
терапияңызға қатысқан едім, есіңізде ма, мен осындаймын деп айтса, мен есіме түсіре алмаймын да. Суретіңді көрсетші деймін ғой. Суретіңді көрсетші деген кезде бірден танып қоямын да. Сол секілді қаншама кісілер айтады ғой, есіңізде ма, мен ғой, бақытпын ғой, болмаса Гүлнұрмын ғой, мысалы Жазирамын депші. Сөйтіп осы жаңағы 5-ші топқа, 8-ші топ, 18-ші топта қатыстым. Бізде қанша 50-ге жоқ топтар болды ғой, енді өтті ғой. Мен айтып атады, бетіне қарап тұрмын, маған айтамын, бір сурет көрсетші деймін да, бір ғана сурет. Телефоннан көрсет, мынау мен. Болды, мен сені білемін. Бүгін өте қызықты тікелей эфир болды деп ойлаймын. Қаншама біздің оқырмандарға пайдалы ақпараттар бөлістік. Тікелей эфирде тамаша мастер-класс болды. Эфир қызықты болса, біздің отзывтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Көңіл күйлеріңіз қалай өзгерді? Бүгін қалай ұйықтайсыздар? Ертең даже өздеріңіздің отзывтарыңызбен бөліссеңіздер болады. Жылап отырмын, жүрегім жеңіл деген сияқты дейді. Тамаша. Бұл бізде кішігірім ғана мастер-класс болды. Ал өздеріңізбен тереңірек жұмыс жасаймыз десеңіздер, бізде интенсивті курс бар. Жоғары деңгейде болды, рахмет деп жатырсыздар. Папамды сағынып, жылай алмай жүредім. Жас енді шығып жатыр дейді. Мінекей. Ішкі блоктар босады, ішкі блоктар шықты. Осы сияқты қаншама эмоциялар іште блокталып қалады. Және де оның барлығы тас сияқты біздің жүрегімізді ауырлатып жүреді. Осындай блоктардан арылуға тырысуымыз керек. Сол кезде өзіміздің өміріміз де жеңілдейді, біздің жүрісіміз де жеңілдейді. Алға қойған мақсаттарымызға да тезірек оңай жетеміз, сол блоктардан арылсақ. Тамаша. Сіздерге рахмет. Керемет отзывтар беріп жатсыздар. Лимана ханымға үлкен алғысымызды айтамыз. Тамаша өзіңіздің біліміңізбен, өзіңіздің осы жылы энергияңызбен бөліскеніңіз үшін көп рахмет сізге. Эфирді аяқтаймыз ендеше. Жақсы. Жақсы, сау болыңыздар.